Ол ештеңе білмейді, деп Айдана Ернардың иығына еркелеп сүйенді. Оның көзіне қарап, жымиып қойды. Неге олай ойлайсың? Деді Ернар алаңдап. Ол бала сияқты аңғал ғой, не айтсаң, соған сене береді, деп Айдана сыңғырлай күлді. Ақырын, тыныш, біреу естіп қояды. Ернар жан-жағына жалтақтап қарады. Кімнен қорқамыз? Сенің болашақ қалыңдығыңнан ба? Деп Айдана мысқылдай күлді. Ал анам ше? Ой қойшы, сенің анаң бәрін біледі, тіпті осының бәрін өзі ұсынған. Ернардың көзі шарасынан шыға жаздады. Таңғалма, әйелдердің айласы көп қой, деді Айдана жымиып. Айдана Ернарды жақсы көретін. Ернар білімді, көп оқыған, бірақ өмірде тым әлсіз еді. Қаласа жіпке байлап алып, жетектеп жүре беруге болатын сияқты. Ал Айдананың ойы әлде қашан тек Ернардың болашақ қалыңдығынан құтылу керек деген ойы болған. Айдана, бәрібір бұл дұрыс емес. Біз жарты жылдан бері бірге емеспіз ғой. Ал мен Айнұрды жақсы көремін, деді Ернар бәсең дауыспен. Кімді? Сол жетім қызды ма? Деп қабағын түйді Айдана. Оның қандай ортадан шыққанын ойлап көрдің бе? Ернар үндемеді. Сонымен, сен кіммен болғың келеді? Менімен бе, әлде сол Айнұр ма? Ернар Айданаға қарады. Айдана расында сұлу еді. Көшеде бірге жүргенде ер адамдардың бәрі бұрылып қарайтын. Ол мұны жақсы білетін, тіпті соған тамсанатын. Ал Айнұр қарапайым, көптің бірі сияқты, киімі де көзге түсе бермейді, сөзі де жай ғана. Бірақ жұмысы жақсы, беделді, орында. Әрине, сенімен, деді Ернар. Айдана күлді. Жүр, тіркеу басталады қазір. Жақсы болды. Сен өзіңнің ақымақ қалыңдығына бәрін сендірдің. Ал сенің құрбың рөлін дұрыс ойнай ма? Әрине, біз бұндайды бірінші рет істеп тұрған жоқпыз, деді Айдана сенімді түрде. Бірнеше минуттан кейін сол жерден Айнұрда шықты. Оның қолы дірілдеп тұрды. Ол бәрін естіп қалған еді. Жүрегі ауырды, бірақ өзін қолға алды. Айнаға қарап, жымиып, сөмкесін түзеді. Енді оның қолында тағы да бір дәлел бар. Айнұр кеш туылған бала болатын. Ата-анасы оны 40-тан асқан жастарында дүниеге әкелген. Бұрынғы жалғыз ұлдары ауыр дерттен көз жұмған еді. Сол себепті Айнұрды ерекше жақсы көрді. Анасы Айнұрды музыкаға, тілге баулыды. Әкесі мықты, білімді адам болсын деді. Айнұр бәріне үлгеретін, пианинода ойнайтын, жақсы оқитын, жүзуді жақсы көретін. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Ата-анасы жол апатынан қайтыс болды. Сол күннен бастап Айнұрдың өмірі күрт өзгерді. Балалар үйі, жаңа орта, қиындықтар. Бірақ ол сынбады. Керісінше күшейді. Оқуын үздік бітірді. Университетке түсті. Құрбысы Жанармен бірге қиындықтың бәрін бірге еңсерді. Жұмысқа тұрды. Түн ұйқысын бөліп еңбек етті. Ақырында жақсы қызметке орналасты. Бір күні Жанар оны танысуға шақырды. Сол жерде Айнұр Ернармен танысты. Алғашында ол соған сенді, жақсы көрді. Бірақ негізгі ақиқат мүлде басқа еді. Үйлену тойына бір күн қалғанда Айнұр диктофон қалдырып кетті. Жұмыстан келіп кешке тыңдады.
Жазбада Ернардың анасы мен Айдананың әңгімесі анық естілді. Олар жалған неке жасап, Айнұрдың пәтерін тартып алмақ болған. «Пәтерді тез сатып жібереміз», деді Айдана. «Иә, бәрі жоспар бойынша», деді анасы. Айнұрдың жүрегі ауырды, бірақ ол жыламады. Келесі күні той өтті. Айнұр бәрін білді, бірақ ештеңе білдірмеді. Күлімдеп ант берді, би биледі. Ал кешке Ернар үйіне кеткенде бәрі өзгерді. Келесі күні Айнұр оған бәрін тыңдатты. «Мен білмедім», деді Ернар абдырап. «Ал мен білдім», деді Айнұр сабырмен. «Енді менің өмірімнен жоғал». Ернар кетті, Айдана да оны тастап кетті. Бірнеше ай өткеннен кейін Айнұр бөлім басшысы қызметіне тағайындалды. Қолында сақина жарқырап тұрды. Жанында бала күнгі досы Мәди. Ал Ернар ше, ол бәрінен айырылды. Бір күні Айнұрдан жұмыс сұрап келгенде, «Кешіріңіз, басшы қабылдамайды» деген жауап алды. Ол үнсіз бұрылып кетті. Ал Айнұрдың өмірінде жаңа бақыт басталып жатты.